Сәлем қыздар, сіздермен мөлдір. Бүгін мен сіздерге картофельный пюрені ерекше дәмді етіп дайындау жолымен бөлісетін боламын. Бұндағы пюренің дәмі кафедегіден де асып түсетініне кепілдік беремін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен картоп тез пісу үшін мен үнемі осылай картопты жіңішке етіп турап аламын және үстіне салқын су құйып, 1 шай қасық тұз саламын. Тұзды дәміне байланысты, картоптың мөлшеріне байланысты саласыздар және бетін жауып піскенше күтеміз. Картоп әбден жұмсап піскен соң үстіне қолдың сары майын саламын. Егер сіздерде қолдың сары майы болмаса, дүкендегі 82%-дан жоғары сары майды пайдалансаңыздар болады. Сол кезде сіздердің картоптарыңыз өте дәмді болып шығатын болады. Және дәл осы тұрған күйінде бірден ыстықтай миксерлеймін. Егер сіздерде миксер болмаса, кәдімгі картопты езетін толчонкамен езсеңіздер де болады. Сондай-ақ мен сүтті үнемі пюреге ысытып барып құямын. Себебі салқын сүт құйсаңыздар, сіздердің пюрелеріңіз тез салқындап қалады. Және ыстық сүтті құйғаннан соң тағы да бір жақсылап миксерлеймін. Сіздерде барынша миксер болса, миксерлеуге тырысыңыздар. Сол кезде пюрелеріңіз сондай бір пышный, жақсы массаға енетін болады. Пюренің қоюлығы өзіңіздің құйған сүтіне байланысты. Мен сүтті қатты ондай көп қосқан жоқпын. Мінеки қоюлығы шамамен осылай қасықтан ауыр түсетіндей болып шықты. Егер сіздерге пюренің қою түрі ұнамаса, үстіне әлде де сүттен қоссаңыздар болады. Және тәрелкеге салып алғаннан соң әдемі түріне әсемдік беру үшін осылай қасықтың көмегімен басып шықсаңыздар, әдемі узор пайда болады. Бір айта кететін жайт, мен пюреге мүлдем су қоспаймын және де картоптың да суын алып қалмай бірден түгел төгемін. Сол кезде сіздердің пюрелеріңіз су татымай әдемі дәмді болып шығатын болады. Осымен біздің өте дәмді пюреміз дайын. Мен жанына осылай гуляшты ұсындым. Гуляштың да рецепті менің YouTube каналымда бар. Міндетті түрде қарап жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.